Қайырлы кеш қазақ елі. Бүгін 13 маусым 2025 жыл 12 маусымнан 13 маусымға қараған түні Израиль Иран мемлекетінің астанасы Тегеранға, әртүрлі қалаларға, атом энергия станциясына шығаратын жерлерге 200-ден астам баллистикалық ракетасын жіберіп тасталған етті. Соның себеп салдарынан қарапайым халық та, әскери шенді мен шекпенділердің бірнешеуі сол жерде дүние жан тапсырды. Осының бүкіл төрткүл дүниедегі әлеуметтік желілерде мынау Израиль Иранға соғыс жариялады деген себеп салдар айтып жатыр. Енді одан кейін бірден Иранның басшылары шығып, бұдан кейін Израильде осындай қарымтаға көшіп 150-ден астам әртүрлі дрондарды Израильға жіберді. Міне осының кейін сонау Американың президенті Дональд Трамптың Твиттерде жазған нұсқаларына қарап отырсақ, мен Иранға ядроны атом энергиясын дамытпауға 60 күн бердім, бүгін 61-ші күн, енді менен жақсылық күтпеңдер деген Твиттерде жазып қойған. Бұл егер тоқтатпайтын болса, бұдан да бетер адамдар көп өледі. Осы мен Израильді қолдаймын деген сияқты жазба қалдырған. Осы талқыланып жатыр төрткүл дүниедегі осы жаңалықты бірінен бірі зор қылып айтып жатыр. Енді бұл арты не болады, ушығып 3-ші дүниежүзілік соғыс басталып кетеді деген сияқты ұлардай шулап төрткүл дүние астан кестен болып жатыр. Енді бұны тез арада Европаның елдердің басшылары, төрткүл дүниедегі Қытай мемлекетінің басшысы Си Цзиньпин де, Владимир Путин де айтып жатыр. Бұны тез дипломатиялық тұрғысынан шешпесе, бұл жақсылық алып бармайды. Қаншама адам бұл дүниемен қоштасады деп жатыр. Енді осындай ушығып тұрған кезде бұның арты жақсылық алып келмейтіні бесенеден белгілі. Міндетті түрде енді Иран, Ливия қасындағы мемлекеттер, Иордания, Израильдің жаңағы әуе кеңістіктері барлығы түбегейлі жабылды. Бүгін сабақ болған жоқ. Бүкіл мектептер, жоғары оқу орындары жұмысты барлығы тоқтатылды. Қазір Тель-Авивтен хабарлап айтқан жаңалықтарға қарап отырсақ, бүгін жұма, міндетті түрде осы жұма күнгі таңдалған секілді. Иран мемлекеті мұсылман мемлекет болғаннан кейін бүгін де оларды демалыс. Енді бүкіл ақпарат кеңістігіндегі әлемдік ақпарат осыны бірінен бірі ілесіп айтып жатыр. Енді бұл қарымта болатыны бесенеден белгілі. Бұл енді бұл Қазбала емес, бұл кәдімгі Газа емес, қарымта жасай алмайтын. Бұл Иран, бұл мемлекеттің ауқымы, күштік құрылым жағынан өте бақуатты. Бұл 85 миллион халқы бар. Кәдімгі қазақ оны Қызылбастар деген парсылардың тікелей ұрпақтары болғаннан кейін, бұлар кешегі Дарий, Кирдің тікелей ұрпақтары. Бұлар әй-шайыңа қарамайды, түбегейлі жер бетінен жойып жібере алмайтын бесенеден белгілі. Және ол жақсылық алып келмейтін тағы да бар. Бүкіл кеңістіктер бұл әлем экономикасына әсерін тигізбей қоймайды. Сондықтан біздің келіп кетер Қазақстанға қалай десек, бұл міндетті түрде бұл Иран бағытты тоқтататын болса, мұнайдың бағасы $100 дейін көтеріліп баррельді көтеріліп кететіні тағы айдан анық. Сондықтан бұның барлығы енді тез арада бүкіл әлемнің Біріккен ұлттар ұйымындағы халықаралық қатынастағы қадағалайтын елдері қосылып, бұны тығырықтан шығудың жақсы дипломатиялық жолын таңдамаса, бұл қаншама адам, бейкүнә адамдар бұл дүниемен қоштасатыны белгілі. Сондықтан мен енді өзіміздің елімізге оралатын болсақ, жуырда Қытай Халық Республикасынан Қасым-Жомарт Тоқаев тағы да қаншама қыруар миллиардтаған ақша қарыз алды. Одан тыс мынау өздері тағайындайды, қорғаныс министрі Руслан Жақсылықов дегенді жуырда алып, орнына Дәурен Қосанов деген генералды алып келді. Енді бұлар ешқандай не себептен алып жатыр, енді оны қамайын деп жатыр, Тоқаев деп жатыр. Жаңағы изоляторде отыр дейді, біреулері отырған жоқ дейді. Анық қанығын өкінішке қарай біздің ақпарат құралдары айтпай жатыр. Міне қарап отырсаңыз, біздің елімізде болып жатқан не алдын мен осы ұлт араздық бабымен
қозғалады деп ойладық. Бір орыстың жігіті Қостанай Ресейге қосылады деп айтқанына ішкі істер министрінің бірінші орынбасары да шығып, эксперт, сарапшыға біз сенеміз, ол ешқандай топтық, ұлттық араздық қоздырған жоқ деп босатып жіберді. Жуырда міне бір қазақ әйел аяғы ауыр айтып жеді, осыдан 100 жыл бұрын Ресей біздің қазақтың жерін, Орынборды, Омбыны біздің жерге қайтар деп бір ауыз сөзіне алды да түрмеге 2 жылға қамап тастады. Соны әлеуметтік желіде барлығы айтып жатыр. Енді қарап отырсаңыз, өкінішке қарай біздің қорғаусыз, егес жоқ елге айналып бара жатырмыз. Енді көшедегі бағаларды қарап отырсаңыз, салықтан бастап қарапайым азық-түліктің барлығы әр шыққан эфирімде айтып отырмын. Бұның жақсылық алып бармайтыны тағы да бар. Бүйте беретін болса, бюджеттің барлығы бос болғандықтан тағы да Қытайдан қарыз алды. Міне Астанада тұрамыз, көше біткенді мен жүрміз, көшеде барлық жерді қазып тастаған. Бордюрларды тек жолдың езуін темір салып жатыр. Жаз болса жолды жөндей береді. Жұрттың жүретін мына Қабанбай көшесі, Тәуелсіздік, мына Тұран көшелерінің барлығын жыртып тастап қайтадан салып жатыр. Бордюрларды ауыстырып жатыр. Оның барлығы әкімдердің бизнесіне айналғаны қай заман. Осылай қарай берсеңіз, міне Қазақстанның түкпір-түкпірінен ақпаратта келіп жатыр. Соның бір әрі бірегейі мына Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеевтің астын тікелей қарайтын жаңағы Мойынқұм ауданы Жамбыл ауылында қазіргі таңда қарапайым халықтың тұтынатын су жоқ. Малдың ішетін су жоқ. Осы әр әкім келіп ауыса береді. Сол жердің әкімі, Мойынқұм ауданының әкімі Ермек Кәнетеев деген кісі мүлдем осыған дейін келген әкімдер тек қана өйтеміз бүйтеміз деп уәдені үйіп төгіп береді. Іс жүзінде сол қарапайым халыққа водовоз су таситын немен келіп шелектеріне толтырып күнде сөйтіп тасиды екен. Ол судың тазалығы, сапасы өте нашар деп жатыр. Көріп атқаныңыздай, осындай айтыңызшы Жұмеке, осы эфирде біреу тыңдаса, біреу тыңдамасы, осындай қарап отырсаңыз, білім ғылым дамыған заманда қарапайым судың өзі тапшы. Халқымыз айдың күннің аманында таза су іше алмай отыр. Осыны істейтін атқамінерлердің барлығының құлақтарына алтын сырға, жердегі шалғайдағы ауылдардан қалаға көшкісі келетін халықтың қалтасында көк тиын ақша жоқ. Қайда барады? Малдар өліп жатыр бірінен соң. Су ішпегеннен кейін мал әрине өледі. Осындай сияқты ал судың өзінің ішінде неше түрлі жәндіктер бар дейді, ішетін судың өзінде. Мұны масқара ғой, осындай заманда өмір сүріп жатырмыз дейді. Сондықтан мына Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашөкеевтің құлағына алтын сырға міндетті түрде барып қадағалаңыз. Әкіміңізге, жергілікті Мойынқұмның әкіміне тапсырма беріңіз, Ермекке. Айналайын, қарқыңа қарасайшы, не үшін халық сені сайлады? Осы судың өзін тауып бере алмасаң, басқа нәрсені сұрамай-ақ қояйық. Осындай сияқты жерлерде тек ол Жамбыл облысы емес, қаншама Қазақстанның 18 облысында барлығы түйткілді мәселелер шаш етектен. Осының бәріне жауап беретін адамдар неге шығып халықтың алдына есеп бермейді деген біздің көкейімізде. Сондықтан қарапайым халықтың билікке деген өкпесі қара қазандай болатын. Сондықтан осындай біздің ішімізде болып жатқан дүниелерді әр эфирге шыққан кезімізде айтып отырмыз. Осыны біздің билік ескерсе екен, мына хабар болса екен, жан айқайымызды қазақ елінде болып жатқан әрбір өңірлердің қазіргі таңда ауыл шаруашылығы, қазір субсидия төрттілік малға бермей жатқандығы, осы туралы талай мәрте Алмасбек деген жігіт егіп еді, оны апар түрмеге тығып қойды. Әйтеуір деген айтатынның ауыз жаман деген секілді, біз шырылдап халыққа ара түсетін болсақ, біздерді шетімізден көгендеп темір торға жауып жатыр, өкінішке қарай. Енді біз айтудан жалықпаймыз. Біз қарапайым халықтың мұңын мұңдап, жоғын жоқтап жүрген қазақ ретінде айтайын. Осындай түйткілді мәселе қарапайым, міне жуырда ғана өткен құрбандықтың өзін дұрыс шаламай, мен айттым оны да өткендегі негде. Осыны біреулер мойындамайды, оны жылда қайталанатын дүние. Қарапайым халықтың құрбандығының өзін дұрыстап атқара алмай отыр билік. Осындай түйткілді мәселелерді біз айтпасақ, сен жанбасаң лапылдап, мен жанбасам лапылдап, қалай күн ашылмақ деген Сұлтанмахмұт Торайғыров бар жоғы 27 жыл ғұмыр кешті.
енді тағы да оралатын болсақ, Израиль мен Иранның енді ол уақыттың еншісінде ертең не болатынын бір Құдай ғана біледі. Біз айта алмаймыз, бірақ бұл келетті әперіп бақан ұрда жоқ. Бұл Америка Құрама Штаттарының президенті Дональд Трамп Украина мен Ресейдің соғысын тоқтатам деді да, мына жақтан тағы енді бүкіл жаңалықта таяу шығыс емес ол бізге. Қазақстанға таяу шығыс тағы да қайталайым. Бұл Монғолия мен Қытай. Ана Ресей жақ айтып жатыр ғой, Ближний Восток деп. Соны қазақшаға аударып алады да, таяу шығыс дей береді. Бізге таяу шығыс болмайды, кешіресіз. Израиль ол Израиль. Иран ол қасындағы көрші мемлекеттер. Сондықтан бұның жақсылыққа алып келмейді. Ол әрине аналар иврит, мыналар мұсылман, мұсылманның ішінде шиит, оны бәрі біледі төрткүл дүние. Сондықтан оларға уранды дамытпауға бұлай бұйрық беретін олар кім? Атом бомбасы бар елдер толып жатыр ғой. Ана жағы басана Жапония, Қытай, Европаның Франция, Ұлыбритания, Ресей, ақш өзінде қаншама Европаның 18-ге жуық мемлекеті атом бомбасы бар. Ал келетті мұсылман мемлекетіне өз жалғыз Иранға кеп тиісіп жатыр. Сондықтан бұл енді Құдай сақтасын, мынау алапат өрт мына жақсылыққа алып келмейді. Сондықтан лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар. Көріскенше күн жақсы, сау, саламат болыңыздар.